Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге жаңа видео сабақ дайындадым. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Алдын ала подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сәлем қыздар, біздерге осындай пледті тоқу үшін Ализа Пуфи деген жіп қажет. Размеріне байланысты өзіңіз қалай қарайсыз. Мысалы үлкен болғанын қаласаңыз, примерно 6-7 жіп керек. Жалпы кішкентайлау болғанын қаласаңыз, например 70-70 деген сияқты қаласаңыз, примерно 4 және 5 кетеді. Және бізге қазіргі узор үшін осы кестені қолданамыз. 10 ряд тоқимыз. Осы 10 рядты кестелеп сызып қойдым. Осылай 10 ряд тоқимыз. Сізге осы 10 рядтың қалай тоқуын көрсетемін. Осы 10 ряд тоқылғаннан кейін 10 ряд тоқылып болады. Қайтадан бірінші рядтан бастап тоқи бересіздер. Ал енді бастайық. Ең алдымен қыздар, жалпы размерін 1-1 қылғыларыңыз келсе, онда 60-ыңыз осындайдан. Ал мен қазір сізге мысал үшін көрсететін боласын, 20-сын алып көрсетем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20-сын алдым. Қараңыздар. Мынау менде 20 болып тұрды. Мынау 20 міне. Мына қысқа жіп жағы. Қараңыздар, мына жақта міне. Мына жерде бетіп тұрғанымыз ол міне. Мына екеуі, мынау 20, мынау 19. 20 мен 19-ды міне. Иксі мына жаққа қарап тұрады. Міне, мына направление қарап тұрады. Соны міне мынаны осылай айтамыз. 20 мен 19-ды артындағы ұзын жіпті осылай аламыз да. Ұзын жіп қой. Мына ішіне осылай кіргіземіз. Бұлай. Осылай ішіне кіргіземіз. Осылай көрсетейін, түсінікті болсын. Міне, мына жақта қараңыздар, мына направлениемен былай тұр. Міне, мына екеуін аласыз, осылай істейсіз. Көрдіңіздер ғой, барлығы мына направлениеде былай тұр. Мына X-тің үсті. Енді бізге екінші ряд тоқимыз. Мына жібімізді
мына оң жаққа қарай жібереміз. Енді істейміз. Мына жерде бір түріне б деген басы, мына с деген соңы деген сөз. Міне бас жағына екінші реттің басы мынау. Былай тіке тұрған сызық, ол міне былай аламыз дейміз. Ешқандай қиылыстырмаймыз x қылып. Міне осылай аламыз. Міне екінші рет осылай басылады. Көрдіңіздер, енді тағы мына жаққа қарап тұр. Мынаны тағы жаңағындай сол жаққа қаратамыз. X-тің басын сол жаққа. Сонда узор осындай болып түседі деген сөз. Артындағы узор көрінбейді деген. Біз узор салып жатырық. Төртеуін істеу керек туралы көрдіңіздер ғой. Біреу, екеу мынау. Міне тағы мынау үшіншісі. Енді төртіншісі. Міне көрдіңіздер ғой. Направление міне мияға қарап тұр. Мынада. Енді мияқта оңға қарап тұр. Оңға қаратам. Мынаяқта тұрғанда, мына жақта тұрғанда осылай оңға жібереміз. Осылай оңға жібереміз. Енді қараңыздар. Мына ішінде тұрған неге белгілеп қойды десе, бұл бізде узор түсетін жер. Узор осы жерде осылай түседі. Мына жерде узор түседі. Енді мынаға қарай тағы төртеуін жасаймыз. X-ті міне. Осылай аламыз. Жоғарыдағын аламыз мына жерден. Біреу. Екеу. Екіншісі мынау. Солға қарап тұрғаны. Үшіншісін жасаймыз. Енді төртіншісін жасаймыз. Сосын қараңыздар тағы айтып кететін жағдай. Мысалы сіздерде менде 20-сын жасап жатырмын ғой. Мысалы ретінде, мысалы сізде 40 болады, жаңа мен айтқан бірден бір қылып істейтін болсаңыз 60 болады. Осылай істейсіз ғой, мысалы міне. Мынадан кейін былай бітірмейсіздер. Соңы деп тұр ғой, көріп тұрсыздар ғой. Үшінші реттің соңы деген сияқты. Бірінші реттің соңы да, мысалы екінші реттің соңы. Осылай бітеді мына жер. Ал затыңыз узорыңыз жалғаса бергенін қаласаңыз, онда мына жерді қайтадан тоқисыз. Осы жерді тоқи бересіз до конца. Мысалы, ең соңғысы болады, ең соңғы мынау алған кезде ғана міне осылай тоқисыз. Түсіндіңіздер ғой? Жалғасып кете береді. Мысалы, сізде қазір мысалы мен 20-сына істегенде тек бір узор ғана шығады, осылай да. Сізге бір узордың қалай шығуын көрсетемін. Сіздерде узор бітіп. Енді мысалы үшінші ретқа келдік. Үшінші реттің басы міне мынау. X мына жаққа қарап тұр, яғни былай қарап тұр. Яғни оңға қарап тұр. Енді оны мына жақтан мына тұр. Осылай оңға жібереміз. Былай жібересіздер. Енді оңға осылай кетті. Оңға қарап тұр. Енді қараңыз, 1, 2, 3. Үшеуі солға қарап тұр. Үшеуін сол жаққа жібереміз. Біреу. Осылай. Екіншісі. Екіншісі. Енді үшіншісі. Үшіншісіне келдікті. Осылай.
1 2 3 үшеуі сол жаққа қарап тұр. Енді қараңыз, екеуі оң жаққа қарайды. Міне, былай оң жаққа жібереміз. Біреу. Міне, екіншісі. Енді үшеуі солға қарайды. Біреу. Екіншісі. Үшіншісі. 1 2 3 үшеуі солға қарап тұр. Енді міне біреуі оңға қарайды. Мынаны аламыз да былай оңға жібереміз. Енді төртінші ретті тоқимыз. Төртінші ретті тоққан кезде не көріп тұрсыздар? Біреуі тіке қарап тұр. Лицевой. Тіке қарап тұр. Осылай. Не, тіке. Тіке жүреміз. Енді келесі, міне қараңыз. Мына жақта қарап отырсаңыздар, мына узорды көріп тұрсыздар. Ол да міне мына оң жаққа қарап тұр, көрдіңіздер ғой. Былай оңға тұр. 1 2 Енді екеуі солға қарап тұр. Біреу. Мынау екіншісі. Екеуі оңға. Енді үшеуі солға қарап тұр. Біреу. Екеу. Үшіншісі 1 2 3 1 2 3. Енді екеуі оңға қарап тұр. Мына өзі көрдіңіз, мына узордың өзі оңға қарап тұр. Содан ақ білсеңіз де болады. Міне біреу. Мына екіншісі. Енді міне қараңыздар. Мынау оңға қарап тұр. Осылай оңға қарап жүреміз. Мынау тіке қарап тұр. Міне тіке жүреміз. Міне біз алғашқы 4 ретті тоқыдық. Қыздар айтып кететін жағдай міне. Мына жақшаға алып қойған жерлерім узор шығатын жер. Осы узор шығатын жерді қыздар мына екеуін тоқымастан бұрын былай жалғастырып кете бересіз. Мына жер мен мына жер біздің тоқымамыздың басы мен соңы. Түсіндіңіздер ғой? Міне мынаны жалғастырып кете бересіз тоқып. Мысалы, осыны мынаны тоқып болдыңыз ғой, қайтадан үшеуін мына жаққа қарай тоқисыз, екеуін мына жаққа тоқисыз. Мынаны тоқып болғаннан кейін үшеуін мынаны тоқисыз, мынаны тоқисыз. Ең соңғы мына екеуі қалады, осы жақта сол кезде мынаны тоқисыздар. Енді 5-ші ретті тоқимыз. 5-ші реттен екеуі оңға қарап тұр. Мына жіпті бүйтіп оң жаққа жібереміз, сол жаққа. Екеуі оң жаққа қарап тұрына X-ті аламыз да, былай лицевой сторонасын оң жаққа жібереміз. 1 2. Мына жақтан аламыз да, тағы осылай оңға қарай
жібереміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай оңға қарап тұр. Енді біреуін сол жаққа жібереміз. Енді көріп тұрғаныңыздай мынаны бүйтіп солға қарай жібереміз. Енді міне узор шығатын жеріміз төртеуі оңға қарап тұр. Бүйтіп мынаны аламыз да, осылай оңға қарай жібереміз. Біріншісі мынау. Міне. Екіншісі. Мынау. Үшіншісі. Және де төртіншісі. Бір, екі, үш, төрт. Енді біреуін солға қарай жібереміз. Мынаны солға қарай жібереміз. Енді екеуін оңға қарай жібереміз. Осылай біріншісі. Енді екіншісін. Екіншісі. Қараңыз, бізде уже узорымыз күшті болып шығып жатыр. Енді 6-шы рядты тоқимыз. 6-шы рядты былай тоқимыз. 6-шы рядта міне біреуі міне тіке қарап тұр. Ол жерде ешқандай X ештеңе жасамаймыз да. Міне осылай біреуін шығарамыз осылай. Енді қараңыз, соңына дейін X-тің лицевой сторонасы оңға қарайды. Міне осылай тоқып шығасыздар. Біреу. Екеу. Үшеу. Енді мына жаққа келген кезде тек біреуін іздейсіздер. Енді бізде 7-ші ряд. 7-ші рядтан міне екеуі оңға қарап тұр. Мынаны бүйтеміз де оңға жібереміз. Біреу, екеу. Міне екіншісі. Міне екеуін оң жаққа жібердік. Екеуін оң жаққа жібердік. Енді біреуін сол жаққа жібереміз. Мынаны сол жаққа жібереміз. Сол жаққа жібердік. Енді төртеуін оң жаққа жіберем. Біреу,
үшеу, төртіншісі, бір, екі, үш, төрт. Енді мынау солға қарайды. Мынаны аламыз деп былай солға қаратамыз. Солға қарады. Енді екеуі оңға қарайды. Енді біз 8-ші ретті тоқимыз. 8-ші ретті тоққан кезде біреуі ештеңе икссіз тіке тоқылады. Осылай тіке тоқимыз. Біреуі оңға қарайды. Иксіміздің лицевой сторонасы. Біреу, екеу. Оңға қарайды. Енді екеуі солға қарайды. Былай. Біреу. Менен аламыз да, осылай икс қыламыз. Екеу. Бір, екі, үш. Үшеуі бізге оңға қарайды. Біреу. Екеу. Үшеу. Үшеуі оңға қарайды. Енді екеуі солға қарайды. Біреу. Екеу. Біреу. Екеу. Енді біреуі оңға қарайды. Біреуі тіке. Енді біз соңғы реттарды тоқимыз. 9 және 10-ші реттарды. 9-ға келген кезде оңға қарап тұр. Мынаны оңға қаратамыз осылай. Біреу, екеу. Осылай. Енді үшеуі солға қарап тұр. Мынаны аламыз да. Біреу. Екіншісі. Енді үшіншісін тоқимыз. Үшіншісін тоқимыз. Үшеуін тоқыдық осылай. Енді екеуін оңға қаратамыз. Мынамен аламыз да. Былай оңға қаратам. Біреу. Мынамен. Екеу. Енді үшеуін солға қаратам. Біреу. Біреу. Екеу. Үшеу. Біреуі оңға қарап тұр. Осылай оңға жібереміз. Біреу.
біреу және екеу. Енді осындан кейін соңғы әріпті тоқимыз. Ол үшін қараңыздар, біреуін тіке тоқимыз. Төртеуін сол жаққа қаратып тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, şimdi төртіншісі. Бір, екі, үш, төртеуі. Біреуі оңға қарап тұр. Осылай біреуін оңға қаратамыз. Төртеуін солға қаратамыз. Біреу, екеу, екеу, үшеу, мынаумен төртеу. Біреуі тіке қарайды. Осылай. Бізде осылай болып шықты. Қараңыздар, узорымыз өте әдемі болып, біздің ең басты бір узорымыз шыққан. Мынау. Енді осыны тап осылайым. Енді осыдан кейін қалай тоқимын дейсіздер ғой. Осыдан кейін мына жақтан бастап X-ның лицевой сторона сол жаққа апарып, тап осыны қалай тоқыдық, оңға дейін. Тап солай әр онды жалғастырып тоқисыз. Әр 10 рет тоққан сайын осында сізде бір узор шығады. Узорды өздеріңіз скрин жасап аласыз, или өздеріңіз ыңғайлы қылып сызып аласыздар. Осылай болып шығады. Ал осыны бітіретін кезде қалай бітіресіздер? Мына жағын қайшымен қиып тастайсыздар да. Осы екеу тұр ғой. Осыны бір-біріне осылай кигізесіздер. Сонда бізде пледіміз бітеді. Осылай қараңыздар, бізде плед осылай бітеді. Әзірге видео сабақ ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіңіздер. Келесі сабақта басқаша түрлі узорды көрсететін боламын.